Қазақстан халқы бүгін ел болашағын айқындайтын маңызды саяси науқанда бас қосып, Конституция жобасы үшін дауыс беруді бастады. Сыр өңіріндегі референдум учаскелері таң сәрмен өз жұмысын бастады. Салынған мектептер, больницалар, өнер стадиондардың барлығы осы кейінгі 4 жылдың көлемінде салынған дүние. Бұл айтуға ғана оңай, на самом деле бұлай іске келгенде өте күрделі мәселелер. Осының бұдан кейін де мына жаңа конституциямыз, бұдан да біздің облысымыздың дамуына, еліміздің дамуына, аудандардағы инфрақұрылымдардың дамуына үлкен өзінің ықпалын тигізеді деп сенемін. Мен өз таңдауымды жасадым. Барлық құтты болсын ағайындар. Бүгінгі еліміз үшін маңызды күн, республикалық референдум күні баршаңызға құтты болсын. Бүгінгі еліміз үшін саяси маңызды күнде науқанда дауыс берушілер белсенділік танытып, өз таңдауын жасайды деп сенеміз. Нөмірі 200-ші дауыс беру учаскесінде 1063 дауыс беруші тіркелген. Қазіргі таңда ең алғашқылардың қатарында болып, қоғам қайраткері Нұртазаев Бақыт Әбдіғаппарұлы өз дауысын берді. Ең алғашқы келушілердің қатарында бірнеше дауыс берушілер де болды. Оларға өзіміздің сый құрметімізді көрсеттік. Өңірдегі дауыс беру барысы белгіленген ережеге сай ресми және салтанатты форматта жалғасуда. Қала тұрғындары отбасылармен келіп өз таңдауларын жасау арқылы ел болашағына бей-жай қарамайтындарын дәлелдеуде. Бұл күн тек саяси науқан емес, сонымен бірге қоғамның бірлігі мен ынтымағы сыналатын маңызды сәт ретінде тарихқа енбек. Дауыс беру кешкі сағат 20:00-ге дейін жалғасады деп жоспарлануда. Ол жаз Дәуіт Батырхан Жарасқан, Ержан Батыршаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.